Тосыңның асын қасыңға еше дейді. Сондықтан тамақтан алып отырыңдар. Баяғыда осы Қазақстанға орыс ағайындар көшіп келе бастаған кезде жиналып алыпты дағы сол ауылдағы қазақтарды қонаққа шақырыпты орыстар. Сосын пельмен жасап береді, самогонын құйып береді. Қазақтар мәз болып қайтады. Қалынбай ағамыз айтқандай, негрлер мәз болып шықты десе де бола береді деген сөз бар еді ғой. Қазақтар мәз болып үйіне қайтады да, сосын біраз шал айтады, апырай мынау ұят болды ау. Қазақтың салтында бар еді, көшіп келген елді ерулік беріп шақыру. Бізден бұрын орыстар қонаққа шақырды, не де болса ешкен кеш жақсы, біз орыс ағайындарды қонаққа шақырайық деп қонаққа шақырыпты ғой. Сізде тамақ мынау асты турай берген жоқ қой. Тамақтарын турай беріңдер, мен жалғастырайын. Содан енді ойласақ та, біз енді не жасаймыз бұларға? Бұлар ет жемейтін шығар, өздерінің пельменін жасап берейік дейді. Сөйтіп ауылда айналып жүріп, самогонын табады. Әйтеуір өздері қалай күткендей қылып күтеді ғой. Сөйтсе, Марусия шетте отырған мән пельменді жеп отыр дейді. Ой, какой вкусный, ой, какой вкусный деп жеп отыр. Сөйтсе, шетінде отырған бір кемпір айтады, әдірем қалғыр, вкусный болмай қайтсын, бүкіл ауыл болып шайнадық емес пе дейді. Сөйтсе, олар мәсіріп күні білмейді ғой, шайнатқан ет дейді, ауылды жинап алып етті шайнайды ғой түнімен. Ет пельменін пісіріп береді. Сосын енді орыстар айтады ғой, ас иесімен дәмді деген, давай, кушайте десе, жоқ, рахмет, тісіміз ауырып отыр. Түнімен ет шайнаған. Жағымыз ауырып отыр. Сол айтқандай, мына орда ресторанның бәрі жабылып шайнамағанмен, осы Үстірған қалаш ұйымдастырушылардың бәрі шапқылап жүріп дайындаған ас алдарында тамақтан алып, ойлап келіп отыра беріңдер. Арасында естелік айтам деп қызыққа әңгіме есіне түсіп жатқандар, мұғалім мен айтайыншы деп қолдарыңды көтерулеріңе болады. Қыздарға сұрақ. Тек қыздарға қатысты. 10-ды бітіріп, аттестат қолда, Қалаштың үй қасынан келе жатырмыз. Қоштасатынымыз. Сол күні ең көп жылаған қоштасқан кезде кім екенін айтып бере ала ма? По-моему, Валя сияқты. Валя көп жылаған сияқты сол күні. Валя соны бүгін ақтап отыр. Осы отырыстың бастамасын Валя бастады. 40 жыл бұрын көп жылап еді қоштасқан кезде. Мен ойладым, сол күні мен тіпті жыламадым. Мен ойладым, неше жылаймыз, бір ауылдың қызы ертең анда кездесеміз, мұнда кездесеміз деп әркім ар жаққа, жан жаққа қарап кетеді деген бұл кезде ешкімнің ойында болған жоқ. Бірақ Валя сол кезде бірдеңені білген екен. Біреуіміз ойда, біреуіміз қырда. Міне 2 жігіт Алматыдан келіп отыр, 2 жігіт Қарақалпақтан келіп отыр. Темірбайлар Құлтоның Жамбылдан келіп отыр десек. Біріміз өзенде, біріміз Бейнеуде, біріміз міне Ақтауда, басымыз қосылып, міне біздің қырғыздығымызды ортаға салып қызықтап жатырмыз. Валя, саған рахмет. Жылағаның жақтадың. Қандай группада суреттер бар, аламын. Менің бір есімде қалады, әмеміз 10-шы класты түкеріп кеттік. Көпшілігіміз оқуға кіріп жатырмыз, көпшілігіміз бірдәрімі армияға кетіп жатырмыз. Бірдәріміз жаз шоғырлық кетіп жатырмыз. Ең бірінші 1978 жаңа жылды түсіп алып кешесе болды бірінші мәрте болғанда 2 кластың қосылуында. Оның азияда ондай болған уақиғамыз, себебі оның алдында бір уақиға болды. 10 жас келген жылы әммеміз өзінің кластастары менен вечер өткергенімізді мектеп бітіріп асыл амастан бұрын
Söyleyip Kamsımol'un şanında maskara bağımız verdi. Hatta şehir sonra bir laf saatte bir gün yok. Ya yeni şehirde canavar bak ya. 78 Canacık tutup Canacık tutup keşesin bərimiz qoşulup, şöyle kalanın bərimiz meyvaklıdır, dünya varlandı. Meyva. Her meyva. Sen meyva varlanıp Canacık keşesin yerinde var mı? Yeşillik var. Ağlas, Ağlas, kalganlar, Ermeni ketkinden kalganlar bəri qoşulup, Arqam Canacık keşesin tutup alır, 78 yaşında Canacık'tır. Bu adamın işte var yok ben bilmeyeyim. Ama Beygullah varsın mı yoksun da? Bilmişsiniz Beygullah hakkında var ayıp versen konup bir yerde. Beygullah'ın kasında bir jorası var. Söyleyip, bizler yerde şobrada yerde pikir diğerimiz bərimiz, benim yemin pikir gördüğüm bəri anneye getip aldı, ben avluda şobra buldum. Birinci mertebe maçına yedim, yok mu yettim maçını? Ben söylediğim diyeceğim maçım var, bir söyledi, bir tosun var. Söyleyip, geçirdim bu yerde, Armağan'ın uyunda, Livan kette, Recep Çek'te sonra kaç çıktı. Söyledi, bu oğlandan ki, bazı şarvası men bitirdim, kalavası, gaygabar kalanını kestirdim. 46 milyon yapmamız yani, en uzun batarımızda yani. Söyledi, onun içinde şehirler, bizim onun içine eşliğim yok. Söylediğimde, Livan günde aynen sındırdılar, söyleme ayrımcılıklardan. Söyledi, bu aşıdır mı gibi? Ondan şınaşıktım. Yıllar bir jurası var, avullar jurası var, yatlar, balgar yoklar. Her avullarlarda maşına menizde, Bolparko'yu maşın sapbozana sözünü söyledi, yeni yıllarına apartıp giyiniyor. Jurası var, jurası diğer isim bilmeyin. Sınıf alıp durup bunu savadı ocağı jurası. Tövbe anamda senin çeşeğinde kalmadı işinse. Beni pazarlık sarı söyledi, son maaşım, yan maaşım. Bizim karşısına 20 metre falan da görüşmek. Sonra kayıt koyalım da. Tutamıyorum diyor. Yok, bunun günde görüşmek olmaz. Kalkıp söyle kalkıyor. Bilgilerini şataklıkta zor. Rahmet. Yatına var mı çok var? 7 sene sonra. 7 sene sonra da böyle diye. Almatı'dan Almatı bir Taraz, Bugaboy, Beynev, Güzel, Kargaray stansiya demekçi, Taşkent'in metro stansiyasında bir maska kepti de pistolet çıkarıp durup maşinistke Kopenhagen'e faydalı dedi. Size anao, bu metro poyz emas, Kopenhagen'e barmakçısı, Kopenhagen'e faydalı dedi. Maska da Benglan dosya. So'sini aytadi, agar sizga aytyapman, bu degan metro Kopenhagenga bormaydi, poyez emas desa, pistoletning zatvorini chaqirchiqqa tortib tomog'ini taqab turib Kopenhagenga foydan desa, xo'p, mayli. Eshiklar yopiladi, keyingi stansiya Kopenhagen. So'ng aytmoqchi, keyingi stansiya Novoyozendan aralab keldik. Endi Qadamenda klassistlar енді тағы бір тілектің реті келіп жатыр. Бір Маңғыстаудың іші болғанмен оның енді әртүрлі жаңағы елді мекендер бар. Ендігі тілекті сөйлейтін осы Дачы деген жер бар, Татьяна Дачыда. Батыр ауылынан келіп отырған Баянды, сосын тағы да жер. Қызылтөбе водник жалпы осы Ақтауға жақын елді мекендерден келіп отырған классистарымыз. Баяндыдан, Батырдан, Қалымқас Дачы, Татьяна Дачы дейміз ғой осы. Мұна жалпы Мұнайлы ауданынан келіп отырған бір топ сыныптастар. Onu mağarasında şiş. Тілекке, төрге шақырамыз, той төріне шақырамыз. Nasıl gönül veriyor?
Işıklar sıksaydı. Olsun gene. Болсын кетсеңші. Құрметті Құлапбек не құрметті класстастар, бірге ойнап өскен достар, құрдастар, ана осы Маңғыстауға қадамдарыңыз құтты болсын. Енді мұнда енді жаңағы Алматыдан келгендер бар, Жамбыл, Шоманай, біздің жаңағы ойнап өскен жеріміз, Бейнеуден келген достарымыз, өз елден бар мына Берікұла деген қарашы. Ол енді бәрінің қадамын осы ауылға құтты болсын әйне. Бір құтты жері болсын, бұл Маңғыстау деген мына ағаларымыздың жері ғой еді. Құдайым мінекей Базарбай келіп, ауылдан мына ана баланың аты кім? Тұрдыбай. Тұрдыбайды қалай ұмытайын мен, біздің құда болып. Не асық. Арлығына да осы 10 болсын әй. Мына 40 жылдық. 40 жыл болды әй. Осы кеше бір мектеп бітіргендей болып жүреміз да біздер. Сол, көңіліміз солай да. Бірақ 40 жыл өтіп кетті. Ара. Бұлай оны 40 жылда әжіміз өстер болып жатыр. Әркімнің қожалығында мына бір қуаныштарың болса бәріңе құтты болсын, оң болсын. Бұлай болған енді не ол Құдайдың ісі бәріңе енді жатқан жеріне иланды болсын бәрі. Достарымыз. Осындай отырсынақта жиналып, мен оны қуанып қалдымды жиналып. Енді организовать етіп жүр мына Қалаш деген қыз бар, Суданбаева, Жанаева. Жерді жаңағы Орынбек, бұлар WhatsApp арқылы ана Истырған араласады, сені WhatsApp деген саттарын білмейміз біз. Жоқ, біз телефон простой. Енді мына бізге келіп қонақ болып отқан мына қыздарымыздың жолдастары бар. Мына балдардың жолдастары бар. Бұрын көрген бар. Әйтеуір бәріне де әйтеуір оңбасын деймін. Құдайым бір аманшылықта, жақсылықта, қуанышта кетесе берейік. Мына той болса, бұл тойларыңда біздер көп болайық, бәрінің де. Бұйырса неше кетсе да. Ол әйтеуір қалдырмай айтыңдар. Енді ол бір Құдай ғой, дилар қайып, несіп қайып. Бұйырса барармыз, баруға тырысамыз дегендей де. Сол, енді сосын мен енді жаңа әркім өзінің несін айтып кететін еді. Біз енді айтып кеткенде, айтқанда енді 13-ні бітіріп кетіп қой бәрі, жеті абысы. Сосын, Ташкентте жүрдік әйдік, бұлай. Шымкентте, Алматыда жүрдік. Оны айналып келгенде Армияда жүрдік. Сонан келіп, үйлендік, бала шағалы болдық. Құдайдың берген 2 ұлы, 2 қызы бар. Балаларымыз енді біреуі үйленді. Бір қызымыз тұрмыста, бір қарқындықта да. Сосын енді бір бала, бір қыз бар. Енді үйленетін. Сабақты осылай айтуым керек. Сабақ. Ой, сабақты мен айтатын едім ғой. Ол себептері бар. Ұялмайды. Оны айтатын болмайды бәрі. Адамда секірет болады. Солай. Жоқта мен ұмытып қалам. Не қылмаңдар. Оңғалдың әдейін шықты дегенін айтып берші. Оңғал? Өй, сол қырғыздың несін айтыр?
ya. Baya bala gezde o için gitti. Onu arkalap asla asara. Murabalamın arkalap milizeden kaçıp yürüyorum. Ya şun gitti. Verimiz maskul. Bravo olsun arkalap kaçtırmayın. Sonra ya beni hukuk bilip kımilize. Öyle tokta. Toktamayım da. Arkamızda bal koyun. Öyle arkalap kaçalım. İyi. Soyutgun corolarımız çok elmeyeden yazır. Sonun kasımda canım Mongoller. Mongol. Ya oğlum bektin aytı bir bölümde adine değil. Oğlum Mongol'da tüm göküşücüdü. Haydan bir adine. Sonra yedim o kızıklar kopmadı. Buna ya acaba ne? Buna niye sözlü bölmüyor buraya? Ulan iya. Nah, hey. Vallahi bu hanamanlar bu alabedim. Neydi? Verme nasıl fayda bu badır? Ya arasında kamaktan da alamadım. Bolatında toktaydı. Niye? Asıl olsun mu? Hayır, hatırlat dilinde. Meriç. Niye sana çabuk kalsın da? Ay bizim ağayın var ol. Erkek. Bizim ağayın erkek bana biz. Evdirildiğinde bizim klastaslarının varlık niyesinde kalmaydı. Evdirildi. Ben başlarım al getiriyor. He? Yaksın. İyi. Çok. Ay. Buna ne? Koyun olsun diyor. Yerinde buna her bir şahsızlığı açmadır o. Olsa dostlarımızın dilekleri kabul olsun. Ya, buna Temirbay, Temko. O da itibardır, şahsızlığı edin. Estirovan'a itibardır, ya alıştan gelgen tanım. Orun Bey, alıştan gelgen Asgar sözün Akay. Akay'ın en songu toşkusu Belarusya'da mı? O şaka keldi o. Yakında. Al jaksı edi. Söydüp, men endi var goy, Orun Bey. Köp sözden olmaydı. Ya. Bärini körüp, onu kalganımda çok aytmatam getirdim. Ya. Men janağı sen tutan jurnalistimizsin men. Birak aytатын sözümdü bilem. Endi var o balda. Menin bir sizlerden buna miretim var sizlerge. Men janağı o restoranға da ayттым звондап тұрсызба. Қалашқа да айттым. Ал енді ертеңде баратын жерлер көп. Қалаш жаққа барады, Алима, теңіз. Соны мен айтмай, сендер бүгін мына жерден шығып, әркім ар жаққа батырап кетіп қалмаңдар. Үйге келіп жинап, сол жерде отырыңдар, ұйғын асты жерсіңдер. Сол жерде әрқайын сөйлесіңдер, даңғырды жоқ жерде. Таң. Сол әрқайын отырыңдар, жазылсыңдар, сөйлесіңдер. Деп сендерді шақырып алды. Міне деді. Ana ballarımda, kızlarımda üye bola var ediyor. Ben şahırım alıp kendilerdi. Aleyhisselam hazırlanmayla koyuyorumdur. Olsun olsun ballarımın eliyesi bilerimiz. Aman çok fazla. Ay kız nesibi tartıp durgan çıkar. Çok ya. Gelingler verin. Bizi yesikimiz açık var. Bizlerin konumuz açık adamımız. O da bizi işlerini yazırmayız bize. Aytadın zaten tek aytabiliriz. Kim oldu? Doğru aytamiz, o zaman birovlarga жақпай қалады. Ya, doğru söylüp aldım yok mu? Прямой. Endi sol aytqanim minezmi yoldaşlar? Yoldaşlar. Ha? Ya. Endi men söyleyip yapmayın. Masalalarına vereyim. Ha? Ya aytamiz жақып тұрады. Kimga aytayım? Kimga vereyim? Ha, olsun ben. Ay, sağlam nereye koyayım? Sen yakın adamsın. Al buraya. Alima ruhsat verin.
мен бөлем ғой. Саламатсыздар, қош келдіңдер. Мына 40 жастарың құтты болсын. Бәріңіз келе. Осы бүгінгі ораза айттарың қабыл болсын. Оразадан оразға аман сау жете беріңіз жылдан жылға. Бәріңіздің жүздеріңізде жарқын, аспаннан биіктен көрініп, біріңіз жұлдыз, біріңіз ай болып, осы мына бала шағаңыздың қызығын қызықтап, немере шөбере көріп, осы мына 40 жылдықтарыңыз жұпты болып өте берсін. Осылай бастарын әрқашанда бірігіп, осылай ойнап күліп жүре беріңдер. Не деймін? Осы қонақтан шыққаннан кейін біздің үйге қонақ боларсыңдар. Енді адресті білесіңдер.